Баршаңа қайырлы күн, құрметті 5 сынып оқушылары. Бүгін сендермен Excel кітабы бойынша 100 беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Видео басталмас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. және n артикльдері some, any. Бірінші жаттығуымыз exercise 1. Read the theory. Say the examples in your language. Теорияны оқы және мына мысалдарды өз тіліңде айт деген. We use a, n with countable singular nouns we can count to refer to someone for the first time. He is an athlete. және n артикльдерін біз саналатын зат есімдердің алдында бірінші рет айтқан кезде қолданамыз. Мысалы, ол спортшы. We use some in the affirmative with countable nouns in the plural and with uncountable nouns we cannot count. Some'ды біз болымды, көпше саналатын және саналмайтын зат есімдердің алдында қолданамыз. There are some balls. There is some equipment. Біраз доптар бар. Мұнда біраз құрал жабдық бар. We use any in the negative and the interrogative with countable nouns in the plural and with uncountable nouns. There aren't any tennis balls. Is there any water? Any'ді біз болымсыз, саналатын және саналмайтын көпше түрдегі зат есімдермен қолданамыз. Мысалы, мұнда ешқандай теннис доптары жоқ. Келесі тапсырмаға көшеміз. Екінші жаттығу exercise 2. Fill in a or n. Немесе n артикльдерін қолдана отырып, төмендегі сөйлемдерді дұрыс толықтыруымыз керек. Кеттік. Біріншісі, have you got a tennis racket? Сенде теннис ракеткасы бар ма? We play rugby with an oval ball. Біз рагбиді овальный доппен ойнаймыз. Үшіншісі, Jack got a medal for swimming. Джакта жүзуге арналған медалы бар. Төртіншісі, Lisa is an athlete. Лиза ол спортшы. Бесіншісі, you need a bat to play cricket. Саған крикет ойнау үшін жарғанақ қажет. Міне бұл екінші тапсырмамыздың дұрыс жауаптары. Келесі жаттығу exercise 3. Үшінші жаттығуымыз fill in some or any. Some және any'ді қойып толтыруымыз керек. This is a school sports cupboard. There are some tennis rackets, but there aren't any cricket bats. There isn't any equipment for ice hockey, but there are some balls for basketball. There are some footballs, but there aren't any rugby balls. Бұл мектептің спорттық шкафы. Мұнда бір шама теннис ракеткалар бар, бірақ ешқандай крикет жарғанақтары жоқ. Мұнда мұз үстінде хоккей ойнау үшін ешқандай құрал жабдықтар жоқ. Бірақ мұнда баскетболға арналған біраз доптар бар. Мұнда футболға арналған біраз доптар бар. Бірақ мұнда ешқандай рагби доптары жоқ. Бұл үшінші жаттығуымыздың дұрыс жауаптары. Келесі тапсырма how much, how many, a lot of. Exercise 4. Төртінші жаттығуымыз read the examples and complete the rules. Use how much, how many, a lot of. Say the examples in your language. Мысалдарды оқы және ережені толықтыр деген how much, how many, a lot of-ты қолдана отырып және мысалдарды өз тілінде айт деген. How much time have we got before the competition? There isn't much time. Жарысқа қанша уақыт қалды? Уақыт көп емес. How many tickets are there for the match? There aren't many tickets. Матчқа қанша билет бар? Билет көп емес. How much water do athletes drink? They drink a lot of water. Спортшылар қанша су ішеді? Олар суды көп ішеді. How many students are there at the sports school?
There are a lot of students. Спорт мектебінде қанша студенттер бар? Студенттер көп. We use how many with countable nouns. Біз how many-ді саналатын зат есімдермен қолданамыз. We use how much with uncountable nouns. Біз how much-ды саналмайтын зат есімдермен қолданамыз. We use a lot of with countable and uncountable nouns. Біз a lot of-ды саналатын және саналмайтын зат есімдермен қолданамыз. Келесі тапсырмаға көшеміз. 5-ші жаттығу. Exercise 5. Complete the sentences with how much or how many. Жоғарыдағы ережеге байланысты берілген тапсырма. Төмендегі сөйлемдерді how much немесе how many-ді қойып толтыруымыз керек. Біріншісі үлгіде көрсетілген How much money do the tickets cost? Билеттер қанша теңге тұрады? Not much. Көп емес. Екіншісі How many rackets are in the bag? Сөмкеңде қанша ракеткалар бар? Not many. Көп емес. Үшіншісі How many extra players do we need? Бізге қанша қосымша ойыншылар қажет? Not many. Көп емес. Төртіншісі How many cricket bats are there? Мұнда қанша крикет жарғанақтары бар? Not many. Көп емес. Бесіншісі How much milk do you drink every day? Сен күніне қаншалықты көп сүт ішесің? Not much. Көп емес. Міне бұл 5-ші жаттығуымыздың дұрыс жауаптары. Келесі тапсырма the ing form. ing формасы. Exercise 6. 6-ші жаттығуымыз. Read the theory. Теорияны оқы. We use the ing form as a noun. Біз ing формасын зат есім ретінде де қолданамыз. Мысалы, cycling is my favorite sport. Велосипед тебу менің сүйікті спорт түрім. Кез келген сөз ing жалғанып, әрі сөйлемнің ең басында тұрса, ол зат есім болып кетеді. Мысалы, үлгіде көрсетілгендей, Cycling is my favorite sport. Велосипед тебу менің сүйікті спорт түрім. Мысал келтіретін болса, Dancing is my hobby. Билеу бұл менің хоббиім. Міне оқушылар, бүгін сендермен 100-ші беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындадық. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Келесі кездескенше назарларыңа рахмет.